Армысың, қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар 1 минутыңды ғана аламын, кеттік. Алматы облысында адамдар 80 шақырымдық жолды көлікпен 5-6 сағаттап жүріп өтуге мәжбүр. Бұл Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомагистраліндегі Талдықорған, Сарыөзек, Жаркент, Қорғас жолы. Видео Newscore сервистік қызметіне келді. Автор бұл аудан орталығы Сарыөзекке апаратын жол дейді. Ежелгі Ұлы Жібек жолының жаңғырған түрі осы. Жолдың бәрі ямы. Шешеңнің кешір қарындас. Дәл осы жолдың бойында 10 шақты ауыл бар. Трасса Алтынемел ұлттық паркіне дейін апаратын жалғыз бағыт екен. Әдемі табиғатты көруге жан-жақтан шетелден туристер келетін орын ғой қайткенмен. Мына жолмен жүріп өткен олардың көкейінде Қазақстан мәңгі бақи есте қалатыны сөзсіз. Айтпақшы, Қазақстанда енді сапасыз жол салғандар сотталатын болды. Бұл туралы да Экспресс-ка жазды, сайттан оқи жүріңіздер.